бұл жерде Ғалымжанды кінәлай бересіңдер да бәрің. Негізі Назымның да кінәсі бар деп ойлаймын. Бәріне бірдей повод береді да, бәрінің миын улап отыр өзінің сұлулығымен. Одан кейін барлық сұлулығымен бәрінің өзінің миын улап отыр да, сен Назым, сен айту керексің. Жігіттер, біз жобада отырмыз. Әр қайсымыз үміткер күтіп отқаннан кейін контентті жинастырып қояйық, видео түсірмейік деп айту керек та. Бұл бәріне видео түседі, анамен түседі, мынамен түседі. Одан кейін біздің жігіттер енді сұлу қызды көргеннен кейін әрбір жігіт ғашық болып қалады деп ойлаймын. Одан кейін сол үшін сұлулығына мастанып жүр жігіттер, мас болып қалады деп ойлаймын. Нұржан, сіз де сынып отырсыз ба? Жоқ, менікі мына жақта. Қазір саяқ сылдыратып жібересің, қой айналайын, мына жақта отыр. Айға естіп қаламын қазір мен. Жоқ, балауса ханымды түсінбеймін да, бұл. Назым, успокойся. Орыс деп қоясың, орысша сөйлеп жүрмін соңғы кездер. Жоқ, балауса ханым, тек қана видео ғой, бәрімен видео түскеніне ол повод беріп жатырмын деген сөз емес қой. Атак таласатындай қызбын ғой, не болыпты? Сол, енді осы жерден бәріне отказ бер енді, Назым. Сен өзіңнің үміткерін күт, сендей қызға бір әдемі үміткер келетін сияқты. Мына жерде үштіктің әңгімесіне мен сен қызды қимаймын, шынымды айтайыншы. Жаным, болды. Әдем жауап кетмейді ме артында?